Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзбек ұлтының ұлттық тағамдарының бірі машхурда деп аталатын, ал қазақша маш көже деп аталатын, яғни оңтүстікте көбірек жасалынып хит болған тағамдардың бірін сіздерге де жасап көрсеткім келіп отыр. Ендеше видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ал ендеше ең алдымен етімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Еттің кез келген түрін қолдансаңыз болады, жылқы етін, сиыр етін, немесе қой етін. Мендегі еттің түрі, яғни сиыр етін осылай ұсақтап турап дайындап алып жатырмын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Турап алған етімізді тарелкамызге салып аламыз, одан соң бір пиязымызды да осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Менің арнамнан ыстық тағамдардан бөлек пирогтардың, торттардың және салаттардың үйдегі бар жағдаймен дайындалатын қарапайым рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін менің арнамнан алыстамаңыздар. Егер де тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендігі кезекте сәбізімізді осылай 4 бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Немесе өз қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Картошкамызды де осылай қатты ұсақтамай екіге бөліп турап дайындап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлық керекті заттарды осылай турап дайындап қойдым. Ендігі кезекте қазанымызға майымызды құйып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Қыздырып алған соң етімізді салып, қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Барынша қып-қызыл етіп қуырып алғандарыңыз дұрыс етімізді. Етімізді де қуырып алдық. Енді осының үстіне пиязымызды салып, пиязымызды да қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Бетін жауып қалдырамыз, кішкене қуырылу керек. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пиязымыз да қуырылып болды. Енді осының үстіне сәбізімізді және де картошкамызды салып, тағы да қуырып алатын боламыз. Оның үстіне 2 ас қасық томатты салдым. Томатты барынша көбірек сала беріңіздер, сонда біздің сорпамыз, яғни қып-қызыл болып, дәмдірек болып шығатын болады. Және де дәміне қарай тұзымызды салып алатын боламыз. Одан соң оның үстіне суымызды құйып алатын боламыз. Су салқын немесе жылы болуы маңызды емес, кез келген суды құя бересіздер. Және де бұл тағамды отбасыларыңыздың санына қарай көбейтіп, азайтып дайындай бересіздер. Мен яғни 5 адамға жететіндей етіп дайындап жатырмын. Бетін жауып, яғни қайнағанын күтетін боламыз. Сол аралықта біз машымызды дайындап, жуып тазалап қоятын боламыз. Мендегі маш, яғни 1 пиала маш. Бұл машты кез келген дүкендерден таба аласыздар. Қайнап болған сорпамыздың беті осылай көбік болып шығады. Көбіктерін міндетті түрде осылай алып тастауларыңызға болады. Және де жуып тазалап алған машымызды салып қайнатып алатын боламыз. Маштың өзін тек осылай 1 сағатқа қалдырып, газдың астын баяу отта қайнатып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай арада уақыт өтіп, біздің машымыз пісіп шығатын болады. Маштың пісуін осылай білсеңіздер болады, яғни кішкене осылай жарылып пісетін болады. Енді осының үстіне жарты пиала күрішімізді саламыз, алдын ала жуып тазалап аламыз, одан соң 10 минутқа қайнатып, яғни күріші піскенше қайнатып алатын боламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын болды, яғни кешкі ас мәзіріміз осымен дайын. Көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. Ешқандай қиындығы жоқ, өте дәмді тағамдардың бірі. Толық құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Піскен соң осындай әдемі кеселерімізге салып, құйып, ұсына берсеңіздер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Барлықтарыңызға ас болсын.